айдың ішінде сіз 5 миллион теңгені қайтарымсыз бересіз. Жұмыс жасап жатқандар бар, или жасай алмай жатқандары, я болмаса ақшаны қайтарып бермей, я болмаса қайтарып беріп жатқан бір жағдайлар болды ма? Енді 5 миллион теңге мемлекеттен қайтарымсыз гранттың берілетін негізі екі бағыты бар. Ол енді әрине бір ауыл бір өнім және әлеуметтік кәсіпкер болып жұмыс істеп жүрген азаматтарға, осы әлеуметтік мәселелер шешіп жүрген азаматтарға өздерінің бағыты бойынша кәсібін дамытуға немесе сол бағыттағы кәсібін үлкейтуге, жаңа бір бағытына ашуына және жергілікті өнімдерден өнім шығаруға осы кәсіпкерлерге қолдау ретінде беріліп жатыр. Жалпы соңғы 5 жылда бұл 200-ге жуық гранттар берілді. Соның ішінен мақсатсыз қолданған немесе өз ісін жасақтай алмаған 7 кәсіпкер бар. Біздер өздеріңіз мысалы көріп отырсыңыз, біздер комиссияның құрамына кірмейміз. Яғни біз ол жерде шешім қабылдамаймыз. Комиссия бізге шешім қабылдап, осы жобалар іріктеліп бізден өтеді дейді. Сол жобалардың нәтижесінде біз келісімшарт жасақтап тек қана қаражат аударамыз. Және осы жобаны одан ары қарай іске асыру, соңғы нәтижесіне жетуді даму кәсіпкерлікті қолдау қоры тексереді. Яғни бұл жерде 3 түрлі бағытта жұмыс жүргізеді. Арада 3 жақты тексеріледі. Сол тексерудің қорытындысымен ол сәтті аяқталған болса, сәтті аяқталды деп акт жасақталады. Ал сәтсіз аяқталған болса, ол қандай да бір шынайы бір кедергілер болса, табиғи кедергілер болмаса, физикалық кедергілер болады. Әртүрлі мысалы граница жабылып қалады, немесе тауар келмей қалады. Сондай жағдайлар болатын болса, комиссияның шешіміне ұсынып қарауына қосымша уақыт беріледі. Егер қосымша уақыт берілмейтін болса, міндетті түрде өзіне уақыт береді кәсіпкердің қайтаруына өз несімен келісіммен. Егер қайтармайтын болса, мәжбүрлі түрде сот арқылы қайтарады. Неше жыл бақылау аласыз? 1 жыл 8 айдың ішінде ол толық жобаны іске асырып бітіру керек.